Акшамлар хайыр ноябрьнан 24 эфирде заман Кырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Құршын жезасы азапларға чек тұру, форғыға қанунсыз чағырылов. Украина баш прокуратурасы ишғал етілген Кырымве Донбаста япылған 20 бинге яқан арби жинайетіні тақық етмеге девам ете. Бұны баш прокурорынан муавина Гундус Мамедов хабер етті. Инсаниетлікке қаршы япылған жинайетлерде 10 бинге яқын инсан қабатлана. Шу сырада Русияның арби ве сияси ел башчылығы. Жинайетлерде 31 мемлекеттен олған үжіретлі аскерлерде қабатланмақта. Гундус Мамедовның сөздеріне көре арби жинайетлерінің там сайысына белгілемеге қиын. Чүнки ишгалжелер енді 11-ші қанунсыз арби чағыров кечірмекте. Жинайетчілерде Қырым сакинлері зарар көргенлер кібі сайылмақта. Баш прокуратурада арби жинайетлеріні тақық етмек үшін мақсус женк департаментна тешкіл етежеклі кенлер бойсе Русияны месулетлікке желп етмеге имкенлар берер, деді Мамедов. У нас понад 20 тисяч кримінальних правопорушень у більш ніж 5 тисяч проваджень. Ця статистика охоплює всі злочини, пов'язані зі збройним конфліктом. У нас фігурує майже 9,5 тисяч осіб. З них сотні громадян Російської Федерації, у тому числі вище політичне та військове керівництво країни-агресора. Илми Умеровна тақып еткен ишгалжілер махкемеджісі Қыдыровға айланытылды. Украина құқық қорғаушыларының еліне түшені 15 жылға қадar азатлықтан марум ете білелер. Қырым прокуратурасы оңа қаршы башлатылған даваны махкемеге yollаған. Прокуратураның мәліметіне көре бұл ишгалжілерінің қызметіне кечкен Бахчисарай район махкемесінің махкемеджісі Илми Умеровқа низбетен башлатылған мемори даваны баққаны вақыт Русия қанунларына қолданған. Илми Умеров 2016 сенесі меджлис топлашуында иштирак еткені үшін жазалаған еділер. Бұне берабер қабатланған, ишғал етілген Қырымда Русия хакимиеті тікленмесіне ярдым еткен, Қырым ишғаліне разы олмаған дигер Украина ватандашларында тақып етілмесінде иштирак еткен. Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній суддя Бахчисарайського районного суду Автономної Республіки Крим після окупації півострова у 2014 році, зрадивши присязі судді, перейшов на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта. Обійнявши посаду судді Бахчисарайського районного суду Республіки Крим, надавав допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальної цілісності України. Украина ишғал етілген Қырым лиманларына қанунсыз кірген 50 геміні апыс еткен. Бұны Қырым прокуратурасында хабер еттілер. 50 геміден 11-і қапалы олған лиманларға Русия байрағы алтында кірген. Ишғал етілген Қырымға күріш қайделері бозылғанына Украина телекеслік қызметі тақық ете. Шымды таққатшылар қанун бозыжы гемілерінің бұлынған еріні белгілемекте. Ярмада ишғал етілген сон Украина хакимиеті Қырым лиманларыны четел гемілері үшін күрішні қапатқан еді. На даний час судом накладено арешт на 50 суден-порушників. З них 11 суден здійснювали заходи до закритих портів тимчасово окупованої території півострова Крим під російським прапором. Вживаються заходи для встановлення місця перебування суден, на які накладено арешт з метою виконання ухвали суду. Тахменен 200-ге яқын инсан тұтылған, олардан 68-і яқыланған ве қанунсыз үкімлер. Қырым Татар ресурс мерkezінің аққорчалайжылары Қырымда инсан ақлары бозылуларына талел еткен. Елінің башындан 9 ай девамында ишгалжелер қанунсыз 40 тінтув кечірген. Ярысындан чоқысы Қырым татарларының евлерінде. Эксериеті терроризм, селя сақланмасы ве Номан Челебеджиханадына батальонда иштирак етмесінде қабатланмақта. Бұл қабатлаулар бойынша ишгалжелер 12 инсанны mahkum etip yetiştirdi. 3 kişi yılının başından beri gayip olğanı kıbıtanılı. İnsan hakları bozulması ақпорчалайжыларының esabatına көрсетілмекте. Бұларының esasında ise halkara instansiyaları, резолюциялар bu sırada Birleşmiş Milletler'in Baş Asambleyası резолюциялар kabul etdi. Meclis reisi Rifat Çubarov.
Украина есе бұл мәліматларына Русияге қаршы халықара махкемелерде башлатылған жинайы даваларға қошаcaktır. Інформувати вас. Тоді, коли з'являться умови, у нас має бути все готово для того, щоб все зафіксоване, оцінено, вже одразу воно покладалося і на томи судових справ, і в інші рішення, які будуть здійснюватися по відношенню до країни-агресора. Я тут не використовую слово реінтеграцію, а саме реанімацією, реабілітацією. Бо для того, щоб відновлювати, оживляти, вичищати Крим, якщо хочете, щоб Крим виздоровів, треба бути, усвідомлювати, а які ж деформації відбулися, і особливо у сфері порушення прав людини за період окупації. Ишғал етілген Қырымда 1600-дан зиеде сайт блок етілген. Ишғалжілер тарқатқан мәліматқа көре бұл сайтлар экстремистик мәліматлар тарқата екен. Бұны Русияның телекеслік шурасынан кәтебі Николай Патрушев айтты. Бұл вақыт есе ишғалжілер Ярмадада Русия телеве радио яйынлануларына кеңішлетмеге планлаштыра. Эбел хабер етілгенне көре ишғалжілер 12 Украин хабер сайтыны екі иштимаи ағыны блок еткен еді. 28 сайт. Ise қысманен блок етілген. Украина КТВ хабер васталарыны блок етіп, ишғалжілер өз пропагандасыны тарқатмаға девам ете. Украинада кечкен күн девамында 12.287 яңа COVID-19 хастасы белгіленді. 188 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. 8298 хаста түзелген. Хасталарының ең чоқ сайысы Сумы, Черкасы, Черновцеве, Киев вилаяттерінде қайд етілген. COVID-19 хасталығы тоқтатылуы, тарқатылуы бойынша Украина Авропа девлетлері арасында 6-шы ерін алмақта. Жедвелде Украинадан Эвел, Алмания, Полония, Бүйік-Британия, Русия ве Италия ерлешті. Украинада хасталық тарқатылуыны эксілтімек үшін хасталарнен контакта олған инсанларны изоляцияда тұтмаға істейлер. Сағлық Назир Максим Степанов қайдеткенне көре, назірлікте қанунларға кереклі деңішмелер ве мобиль иләвесін азырла екенлер. Хаста инсаннен контакта олған кіші месач алғанынен самоизоляцияда бұлынмалы. Бұл режимні рәйет етмегенлеріні жеза беклей. Назир Степанов кележек сене сағлық саасына чоқча пара айырылса, сағлық системасы жалландырыла жағына умут ете. Це той мінімум, необхідність, яка необхідна нашій медицині. Для того, щоб врешті-решт вона почала розвиватися і вона почала від того кризису, від тої коми, в якій вона знаходиться всі 29 років, щоб вона почала виходити. Ми заклали, і чому ми так говоримо про 5% ВВП, це той необхідний мінімум, який повинен бути. Ишғал етілген Қырымда есе 239 яңы COVID-19 хастасы белгіленді. Ишғалжілерінің мәліматына көре 8 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Қырымда хасталық Русияге көре тест тарқалмақта. Русия хакимиетінің баш назир муавини Татьяна Галикова қайда еткенне көре Қырымда вазиет критик. Чүнки хасталар үшін азырланған ерлерінің тек 6%-сы қалған. Оксфорд университеті коронавирусқа қаршы япқан вакцинаның фияты $3 живарында олып, келері алчақ ве орта севеде олған мемлекетлерге элверішлі олмалы. Алман ве Америка шіркетлері япқан вакцина кібі оны пек суықта тұтмақ керек ме. Оны ади бұздолапта ярым ел девамында сақламақ мүмкін екен. Pfizer ве Moderna 95%-ға эффективлік көстерген олса, бұл вакцина шымдылік 70%-лық эффективлік көстере. Бұл вакцинаны кележек сене апрель айында саты башлай жақлар Украинаға есе оны язға яқын кетіре білелер. Қырымда уникаль электрон луғат тақдим етілді. Луғатчық бұл 45 бен уникаль сөз ве 6 миллион келеме формасыдыр. Мұне бәрі бұл луғатта сөзлерінің этимологиясы, транскрипциясы, түрленуі ве құлланув мисалі көстерілген. Лейха Молев 6-шы курс студенті Айдер Адживапов айтқанна көре луғатчықны тешкіл етмек үшін 1,5 ел девамында ишалы барған. Серанусиинов луғатының электрон версиясы эсас оларақ қоланылған. Луғатчықны әм білгісаярға, әмде жеп телефонына юклемек мүмкін. О Қырым татаржадан русчаға ве русчадан Қырым татаржаға тержеме ете. Ер авта луғатқа яңы сөздер көрсетілмекте.
самое главное, то, что человек, зашедший сегодня на сайт, зашедший в словарь и не нашедший нужное ему слово, завтра зайдет и обязательно его найдет, потому что завтра это слово будет добавлено. Мы сделали систему обратной связи. То есть люди могут быстро и легко сообщать об ошибках, если они их видят. А ошибки, безусловно, есть. Но теперь есть возможность эти ошибки исправлять. Любой человек может сообщить о том, что он увидел ошибку. Любой человек может предложить какой-то свой вариант перевода. Это сделано легко, понятно и удобно. И плюс это постоянно поддерживается. Усат қазір олған сонки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейм, аты ерденесе айырылмаңыз көрішкенже.